Сіздермен бірге Казкино каналы. Бәріне сәлем. Бүгін мен сіздерге Сайқал Монашка деген кино жайлы айтатын боламын. Фильмде Джейсон Бретти деген оқушы жігіт сабақтан тыс уақытта өз бөлмесінде гитара ойнап отырады. Оның ютубта каналы болатын. Мектепке демалыстан кейін Джейсон мен оның әпкесі Зоя екеуі католикалық шіркеуге барады. Олардың жылы қабақпен қарсы алған осы жердің директоры Ребекка есімді әйел болды. Дәл сол жерде Джейсон мен Зояның сыртынан София есімді әйел сыртынан қарап тұрады. Осыдан кейін Ребекка Софияны қолына алып амандасады. Ребекка Софияға монахтардың шарттарын таныстырып және сабақ кезінде косметика қолдануға болмайтынын түсіндіреді. Ребекка Софияға орамалды ұсынып, жылда макияжыңды тазалап қой деп талап етеді. Осыдан кейін Ребекка мен София Джейсонды кезіктіріп, оған тамаша мұғалім боласың дейді. Софияның бөлмесін өзіне көрсетеді. Бөлмеде София ноутбукпен Джейсонның видеосын тамашалап отырады. Видеодағы Джейсонның түрін сүйіп алады. Бұл дегеніміз София Джейсонды бұрыннан танитын болған және арам ойы бар екенін білдіреді. Сосын София мектептің жатақханасына барып, Джейсонның гитарамен әуен шырқап отырғанын тамсанады. Келесі күні Сара есімді қыз Джейсонға жақындауға тырысады. Сара әдемі және тартымды бай қыз болатын. Оның әкесі мектептің демеушісі болатын. Осының үстіне София кіріп келіп, Сараға дөрекі түрде ескертеді. Сабақтан кейін Сара мен Джейсон аулаға шығып әңгімелесіп, Софияның қылығы ұнамағаны жайлы айтады. Бірақ Джейсон жауап қатпайды. Сол кезде екеуі сүйісе кетеді. Оның үстіне София түсіп қалып, ашулы түрімен қадалып тұрады. Джейсонге бөлмеңе бар деп бұйырады және Сараға одан аулақ жүр деп айтады. Кейін сабақтан соң Джейсонды өзіне шақырады. Бірақ Джейсон оған келіспейді, себебі қыздардың бөлмесіне баруға тыйым салынған болатын. Сабақ біткесін қиын болса да Софияға кіріп барады. Есігі ашық болғандықтан Софияның жеңіл киімде тұрғанын көріп есінен адасады. Сөйтсе бұны София әдейі істеген екен, оның өтірік байқамағандай болып тұрады. Джейсон София байқамай тұрғанда сол жерден дереу кетіп қалады. Сол түні Джейсон Софияны есіне алып ұйқысы әбден қашты. Тіпті оның армандап неше түрлі ойларды құрастырады. Бірде София қыздардың бөлмесіне кіріп Сараның жанына зиянды препаратты қойып кетеді. Мақсаты Сараны оқудан шығарып жіберу еді. Оны сол жерден Ребекка көріп қалады. София бар болғаны қыздардың қауіпсіздігін тексеріп жүрмін деп айтады. Ребекка болса оған сеніп кетіп қалады. Келесі күні София оқушыларға кітаптарында ашыңдар дейді. Де өзі Сараның кітабына қарап тұрады. Ол жерден темекіні тауып алады. Оны сыныптастары алдына масқаралап, директордың бөлмесіне алып кетеді. Сара болса менікі емес деп жылаудан басқа еш нәрсе істей алмайды. Мектеп мұғалімдері бәрібір Сараны жазалайды. Оны бірнеше уақытқа оқудан шығарып жібереді. Осыдан кейін мұғалімдер мектепті тінтіп жүргенде шарапты тауып алады. Оны Джейсонның мойнына ілдіреді. Бірақ Сара басқа мұғалімдермен ақылдасып, Джейсонның жазасын жеңілдетіп, осы демалыста мектепті тазалауға бұйырады. Оның мақсаты Джейсонды демалыста үйіне жібермеу еді. Осыдан кейін Софияның бұрынғы уақытын көрсетеді. Оны қалай Джейсонге ғашық болғанын білеміз. Бірде ол Джейсонның видеосынан көріп ғашық болып қалған еді. Сосын ол Джейсонның өмірін зерттей бастайды. Іздестіре келе София есімді әйел мектепке жұмысқа қабылданған екен. Онымен кездесіп, өлтіріп тастайды. Солай София есімін алып алады. Монашканың киімін киіп, София болып Джейсонның мектебіне келеді. Бұл дегеніміз София оның шын аты емес екенін білдіреді. Келесі күні демалыс болып, Джейсон мен Зоя мектепке қалады. Дала жұмыстарын орындап жүрген Джейсонге София келіп, әдейі қоздыру үшін көмектеседі. Сол түні София Джейсонның бөлмесіне кіріп, жасырын телефонды видеоға қояды. Одан кейін Джейсон Софияны бөлмеде көріп таңғалады. София Джейсонге жабысып сүйе кетеді. Джейсон осының бәрі күнә деп бастатқанда, София оны елемей алдында киімін шешіп тастайды. Оған шыдамаған Джейсон өзіне ерік береді. Ертесі күні көңілсіз отырған Джейсон себебі Монашка әйелмен қатынасқа түскеніне қиналады. София Джейсонның бөлмесіне кіріп, киімдерін иіскеп жатқанда үстіне Зоя кіріп қалады. София Зояға ұрсып жібереді. Осыдан кейін Зояға ашуланған. София Зояның сабағынан төбені баға қояды. Джейсон қиналып Монаққа өзінің күнәсін айтып жатқанда, ол Монашка София болып шығады. Екеуі сол жерде сүйіседі. Джейсон демалысқа шығып, үйінде жанұясымен жиналып,
Үстел үстінде әкесімен ерегесіп қалады. Әкесі әнші болмайсың деп қарсы шығады. Джейсон үйінен шығып сауық сайран кешіне кетіп қалады. Джейсон Сараға жақындап сүйсе бастағанда, есіне София түсіп дереу қоя салады. Көшеге ішімдік ұстап шыққан Джейсонды полиция ұстап алады. София оған арша түсіп қорғап қалады. Содан кейін екеуі қонақ үйге барады. София Джейсонды алдамақшы болып еді, Джейсон бұлай істегеніміз дұрыс емес деп айтады. София оған сенімен бірге өмірімнің соңына дейін тұрғым келеді, және менде де ақша көп дейді. Джейсон оған ашуланып, ол оны қаламайтынын айтып кетіп қалады. Джейсон көшеде отырғанда жанына әкесі келіп, әншілігіңді тастама деп кеңес береді. Келесі күні бөлмесіне оралған Джейсон төсегінде жатқан Софияны көріп шошып кетеді. Ол таблеткалардың көбін ішіп демала алмай қалды деп ойлайды, ал бірінші жәрдемді көрсетіп жатады. Сол сәтте бұл Софияның әзілі болып шығады. Мұны назар аударту үшін жасаған екен. Джейсонға осы істі шашатқаны үшін директорға айтам дейді. София да қарап қалмаймын дейді. Джейсон арты үлкен дау болмасын, ата-анасы осы істен бейхабар болсын деп қоя салады. София сабақ беріп жатқанда Ребекка сабақты бөліп, сыныпқа уақыты біткен Сараны кіргізеді. Сара мен Джейсон тағы жақын жүреді. Осыны көрген София ашулана қарап тұрады. Сарадан бір жолаға құтылуды ойлаған София Сараның шомылып жатқан жерінде оны басын жарға ұрып өлтіреді. Оны бір кездейсоқ өлім қылып көрсетіп кетеді. Сараның жатқан денесін көрген Зоя қорқып кетеді. Денені мектептен тексеру үшін оны зертханаға алып кетеді. Адамдар оны құлап өлді деп ойлайды. Жатақхана тұрғындары шіркеуде жиналып бәрі қайғы тұтады. Тек София ғана қуанышты болады. Бірақ қуанышы ұзаққа бармаған болатын. Джейсон Софияға келіп, сенің қатысың бар деп айыптайды. Оған бәрібір болатын. София оған екеуінің кездескен видеосын көрсетеді. Мен туралы айтар болсаң, осы видеоны жариялаймын деп қорқытады. Демалыста Зоя мен Джейсонды ата-анасы алып кетеді. София болса демалыста Джейсонге қалай жақын болуды ойластырып, Ребеккадан ауырып жатқан әпкеме барамын деп сұранып кетеді. Мейрамханада Джейсон жанұясымен тамақтанып отырғанда, үстіне София кіріп келеді де ата-анасымен таныса кетеді. Содан кейін оны үстел басына шақырады. Ал үстел астынан Джейсонды аймалағанда Джейсон әрең шыдайды. Ребекка ауруханаға қоңырау шалғанда, ондай адамның жоқ екенін айтады. Сол кезде Ребекка алданғанын біліп күдіктене бастайды. Зоя Джейсоннен барлық шындықты біледі. Сосын Джейсон мен Зоя София жайлы нағыз деректерді іздестіре бастайды. Екеуі жасырын Софияның бөлмесіне кіріп ноутбугын қарайды. Негізгі аты Лаура Паттерсон екен. Ол Софияның орнына жұмысқа кіру үшін атын алған екен. Ребекка Софияны бөлмесіне шақырып өтірігін бетіне басады. Яғни директорға айтуға бара жатқанда, София Ребекканың бастан ұрып есінен тандырады. Джейсон мен Зоя Софияның шынайы бейнесін Ребеккаға айтуға барғанда, бөлме жабық болып, ішінде София тыңдап тұрады. Шіркеуде София алдарына шыққанда, оған сенің шынайы бейнеңді білеміз деп айтады. Есі ауысқан София Зояны ұрып, есінен тандырады. Және де Джейсонды теуіп құлатады. Бәрін аяқтан деп тұрғанда, артынан Ребекка келіп ұрады. Бәрібір София Ребекканы да ұрады. Джейсон қалтасындағы темірді алып, Софияға тығып өлтіреді. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, сау болыңыздар.